достар, біз бүгін AutoCAD бағдарламасына негізгі кіріспелік сабағымызды бастайтын боламыз. AutoCAD бағдарламасын ашамыз, яғни 2 рет чертетін боламыз. Қазіргі таңда AutoCAD бағдарламасы ашылу үстінде. Және де қысқа айта кететін болсам, бұл программа профессионалды инженерлік бағдарлама ретінде қазіргі кезде өте жақсы сұранысқа ие. Бір сөзбен айтқанда, көптеген компаниялар, завод, фабрикалар осы программаның мүмкіншіліктері арқылы сызба жұмыстарын орындау үстінде. Так, программа ашылғаннан кейін бізге алдымен осындай терезелер шығады. Бірінші көріп отырғанымыз бұл начало работы деп тұр. Яғни бұл жерде біз осы терезені басатын болсақ, біз чертежбен жұмыс жасау айлағына өтетін боламыз. Ал оның астында белгілі бір шаблондар орналасқан, көрдіңіздер ғой. Осы шаблондарды пайдаланамыз. Яғни ол мысалы AutoCAD ISO 3D шаблоны 3D моделированиемен, ал AutoCAD ISO-ның өзі, яғни ISO стандарты бойынша, бір сөзбен айтқанда, ол 2D чертеждармен жұмыс жасауға арналған болып табылады көбіне. Енді қараңыздар, екіншісі бұл последний документ деп тұр. Бұл жерде біз жұмыс жасаған, яғни жұмыс жасап өзіміздің файлдарды сохранить еткеннен кейін сақталатын негізгі файлдар. Яғни осылар бізге көрініп тұрады. Біз соңғы рет қай файлдармен жұмыс жасағанбыз және оның уақыттарда көрініп тұрады бізге. Одан кейін мына жерде негізгі хабарламалар өзі Autodesk сайтынан келіп тұратын болады. И подключение бар. Мысалы, учетный записіңізді өзіңіз подключить етіп, сол жерге чертежді сохранить етсеңіз болады. Бірақ та менің кеңесім олай жасамай қойған дұрыс болады. Енді қараңыздар, AutoCAD бағдарламасы бойынша жұмысты бастау үшін мына жерде біз создать деген батырманы бассақ болады. Немесе файлды бастақ, мына жерде белгісі бар, A деген AutoCAD-ның белгісі бар. Осы жерде тағы да создать деген. Яғни файлды ашудың 3-4 жолы бар. Яғни жасаудың және ашудың да 3-4 жолы бар. Ал маған өзіме ыңғайлысы, мына жерде новый чертеж деп, мына жердегі плюс батырмасын бассаңыздар жеткілікті. Қараңыздар, плюс батырмасын бастап, бізге арнайы терезе ашылды AutoCAD-та. Бұл жерде бірден көзге түсетін нәрсе не? Алдымен қара экран, черный экран, яғни жұмыс айлағы, жұмыс аумағы десек те болады. Одан кейін бұл жерде белгілі бір функцияларды атқаратын, яғни белгілі бір жұмыстарды жұмыс жасауға арналған инструменттер тақтасы орналасқан, және де соларды редактировать етуге арналған басқа да функциялар көрсетілген. Бұл жерде олардың биттары көп, яғни инструменттер өте көп. Бір сөзбен айтқанда, AutoCAD бағдарламасын 100% білу, жалпы айтқанда кез келген бағдарлама 100% білу, ол мүмкін емес. Тек қана сәті келген кезде дұрыс пайдалана білу керек. Енді қараймыз. Алдымен мен сіздерге осы белгіше туралы айта кетейін. Бұл белгіше негізгі файл. Яғни файлды бастап, мына жерде оны создать ету, открыть, сохранить как батырмалары орналасқан осы жерде. Экспорт, импорттау үшін орналасқан. Яғни сіздер PDF-тан чертежға айландыру негізгі батырмалары көрсетіледі. Одан кейін қараймыз. Үстінде де дәл сол файлдың негізгі жұмыстарын қайталанайтын, яғни былайша айтқанда быстрый меню дейді. Яғни бәрін тез арада быстрое сохранение деген сияқты осындай командалар орналасқан. Одан кейін оның астында бізде менюлер атаулары, менюдің атаулары. Қараймыз. Бұл жерде рисование, редактирование, аннотация, яғни бұлардың әрқайсысы жеке-жеке өздері бір функцияға жауап береді. Ал мынау шетте қарайтын болсақ, бұл жерде бізде куб, яғни жұмыс жасауға арналған куб болады. Бұл негізінде көбіне 3D-мен жұмыс жасаған кезде бізде көбірек керек болады. Қазіргі кезде оны өшіріп қойсақ та болады, бірақ та бұл ешқандай кедергісін келтірмесе, сіздердің мониторларыңыз үлкен болатын болса, онда тұра бергені дұрыс. Ол ешқандай кедергісін келтірмейді. Және де мына жерде негізгі кейбір функциялық нелер, яғни командалар орналасқан, яғни қалай жылжытуға, жақындатуға болады деген сияқты инструменттермен солардың қызметтерін атқарады. Яғни солардың қызметтерін көрсетіп береді осы жерде. Пайдалансаңыздар болады. Астыңғы бөлігіне назар аударайық. Астыңғы бөлігінде командная строка. Яғни бұл жерде команданы жазу арқылы шақырсаңыз болады, немесе ол команданы мына жерде белгілесеңіз болады. Түсінікті ғой? Бұл командная строка. Командная строка кез келген AutoCAD-та болу керек. Яғни ол болады. Кейбір жағдайда ол
ашқан кезде ашылмай қалуы мүмкін. Ал мына астыңғы бөлігі ол негізі панель свойств дейді, яғни қасиеттер панелі. Бұл жерде негізгі бір қасиеттер көрсетілген. Осылардың негізгі қасиеттерін пайдалану арқылы біз чертежді жылдам әлі дәл түрде орындауға мүмкіндік болады. Яғни бұл қасиеттер панелінде де жеке шолулар жасалынатын болады кейбір функцияларына. Енді мына жақтағы сол жақ төменгі бұрышына назар аударамыз. Бұл жерде модель және лист деп тұр. Яғни қараңыздар, кез келген чертеж, бізде кез келген 2D чертеж немесе 3D модельдер, олардың бәрі модельдер тақтасында салынатын болады. Естеріңізде сақтаңыз, модельдер тақтасында салынады. Ал одан кейін оларды мысалға печатьқа шығару барысында олардың көлемі қалай болу керек, олардың бәрі осы лист негізгі терезесінен көруге болады. Лист терезесінен көре аласыздар. Жалпы көп жұмыстың бәрі осы модельдер тақтасында орындалады. Енді былай қарайық, қазір бізде қара экран. Бұл қара экран, бұл фон. Кейбір жұмыс жасаушыларға мысалға бұл кедергісіз келтіруі мүмкін. Яғни ыңғайсыздық тудыруы мүмкін бұл түстің өзі. Яғни олардың бәрі жалпы мына жердегі крестикті көріп тұрсыздар, бұл мышканың рөлін атқарып тұр. Осылардың бәрінің өзінің арнайы параметрлері болады. Олардың бәрін редактировать ету үшін қысқадан нұсқа айта кетейін. Мына жерде яғни файлды бассаңыздар, параметры деген бізде не бар? Батырма бар. Осы параметрді басқаннан кейін бізге определенный бір осындай функция ашылады. Терезе. Яғни біз бұл жерде размер прицела өзгертсек болады, размер ручек. Ал ручка дегенді ол кейін мен сіздерге түсіндіретін боламын. Осыларды нетсек болады, өзгертсек болады. Және де мына жерде бізге керегі размер маркері және размер прицела. Және осыларды да өзгертсек болады. Яғни кез келген негізгі функцияларды осы экранға байланысты осы жерден өзгертсек болады. Яғни мысалы темная деп тұр, оны мен светлыйға өзгертсем, қазір менде негізгі терезенің фоны, бұл жердегі фондар аққа ауысып отыр. Және де егер мен полностью если светке кіретін болсам, белый деп, онда мен қазір жұмыс айлағында ақ түске ауыстырып отыр. Бірақ та маған өзіме қара түс ыңғайлы. Сондықтан мен қазір өзім қара түске ауыстырып қоятын боламын. Себебі қазір автокадта көбі мысалы қара түспен жұмыс жасай береді, өйткені оның былайша айтқанда базовый түсі деп айтсақ та болады. Бірінші ашылған кезде түске көбі үйреніп кетеді, и соған көбінесе мән береді. Осылай өзгертіп қоюға болады. Бізде фон өзгерді. Жалпы сіздер осы менюлардың бәрін біз қарастыратын боламыз. Кейбір функцияларын, жұмыс істеу принциптерін, ал автокад бағдарламасын негізгі ашқан кезде осындай менюлар сіздерде тұруы қажет. Ал егер де бұндай менюлар болмайтын болса, онда автокад бағдарламасын қайтадан переустановка жасауға тырысып көріңіздер. Себебі кез келген автокад бағдарламасы ашылған кезде терезе осылай ашылады. Және де бұл жерде қараңыздар, тек қана 2D мен жұмыс істеуге арналған инструменттер көрсетілген. Ал 3D мен жұмыс жасау үшін мына жерде бізде белгі бар, шестигранниктің. Осы жерде 3D моделирование арқылы жұмыс істеуге болады. 3D моделированиеден бастап біздің жұмыс аймағымыз үш өлшемді графикаға ауысады, көруге болады. Жалпы біздің бүгінгі қысқаша шолуымыз аяқталды. Енді келесі сабақтарды, келесі видеоларды осы каналдан көрулеріңізге болады. Сіздерден тек қана өздеріңіздің комментарийларыңызды жазып, видеоға оценка қойсаңыздар жеткілікті.